Сәлем, жағдайларың қалай? Бүгін біз тақырыбымызды осы суретпен бастағым келіп тұр. Не байқап тұрсыңдар? Негізі сендер үшін бір жастық шақтың немесе балалық шақтың деп айтсақ болады. Ең бір үлкен естелігі менің ойымша, а, түнде далада жауған аппақ қармен таңертең жүріп сабаққа бару, иә. Барлықтарың бұл керемет бір сезімді білетін шығарсыңдар. Аппақ қарды басып өзіңнің жолыңа, ізіңе қарап жүресің. Және бүгін біз сол ізді тудыратын, былайша айтқанда, құбылыс туралы айтатын боламыз. Ол бізде қысым. Яғни біздің аяғымыздың табаны қарға қысым түсіру арқылы белгілі бір із қалдырып кетеді екен. Бүгін қатты денелер қысымы туралы айтамыз. Яғни қатты денелер қысымы дегеніміз жай ғана біздің күнделікті мысалы аяғымыздың, денеміздің белгілі бір пішіні, көлемі бар заттардың бір-біріне қысым түсіруі екен. Жалпы қысым туралы түсінік мына жақта қарасаңдар, белгілі бір мысалы топырақ дейік, иә. Құм немесе топырақ. Егер үстелді осы жағымен қоятын болсақ, ол топыраққа сіңіп кетпейді, иә. Бірақ егер мына аяғымен кіргізетін болсақ, дәл сол 5 килограммды қойып, аяқтары құмға кіріп кетеді. Неге? Өйткені мына аяқтарында мына жерге қарағанда көбірек қысым болады да, топырақтың ортасына кіріп кетеді. Сендер үшін бір обычное дело болып көруі мүмкін, иә. Аяқтары бар, поэтому аяқтар кіріп кете салған оңайырақ қой деп, иә. Мынаны полный бүйтіп басу үшін қаншама күш керек, бүйтіп кіргізу үшін, даже кірмеуі де мүмкін. Ал екі аяғы оңайлықпен кіріп кетеді. Егер сендер үшін бұл кәдімгі құбылыс болса, ол физикада бізде қысымның бір қасиеті болады. Қысымның қасиеті, яғни мына аяқтарда кішкентай болғаны үшін қысым көбірек. Логикасын ары қарай түсінеміз. Міне енді мына жерде қараңдар. Баланың аяғы қарға батып кетіп жатыр. Мына құмға аяқтары батып кеткен сияқты, үстелдің бала құмға батып қарға батып кетіп жатыр, ал шаңғысы бар бала батып жатқан жоқ. Дәл осы суреттегі үстелдің арты сияқты, иә, алды сияқты төңкеріліп тұрған. Бұның негізгі осы мәні қысымда екен. Бір дененің басқа дененің ауданына перпендикуляр бағытта түсіретін күші. Енді тағы бір екі пример көрсетіп жіберейін. Жалпы қыста жер мұз болады ғой. И обычный аяқ киіммен жүрсеңдер, сендер мұзға тайғанайсыңдар. Сол үшін бізге әкелеріміз, аталарымыз, мүмкін мамаларың сендерге осындай бір шипы алып келген болу керек, иә. Мүмкін бір рет болсын көрген шығарсыңдар. Ауылдық жерлерде ата-апаларымыз киіп жүреді, иә. Бұл аяқ киімнің резеңкесінде, яғни аяқ киімге жабысатын резеңкеде кішкентай бір, білмеймін неден жасалған екен, темірден мүмкін жасалған, кішкентай осындай шетінен шығып тұратын шиптар болады, иә, тікенектер деп айтсақ болады, бір металдан жасалған. Олар мұздың ішіне кіріп, бізді тайғанатпайды, иә. Неге? Мына обычный аяқ киім резеңкесіз тайғанап кетеді, ал егер осы резеңкені біз жабыстырған кезде ол тайғанамайды. Өйткені мына кішкентай шипыда қысым көп болады. Қысым көп болған үшін олар мұздың ішіне кіріп кетеді. Ал обычный аяқ киім кірмейді мұздың ішіне. Сол үшін ол тайғанайды. Көп уақытта осы себеппен біз осындай бір кішкентай ұшы бар шиптарды сатып алып, мұзды жерлерде солармен жүреміз. Немесе қысымның мағынасын әлде түсінбей жатсаңдар, обычный ручканы қолдарыңа алыңдар, иә. Қараңдар, егер ручканың артымен мынадай бір шеті кішкене үлкендеу жермен қолымды осылай басатын болсам, менің қолым қатты ауырмайды. Бірақ егер мен мына шетімен кішкентай бір шетімен қолыңа тығатын болсаң, сен мүмкін мектепте бір достарыңның қолдарына ручка тығып алған кездер болған шығар. Меніңше бүкіл сыныпта ондай болды. Егер осылай тығып алсаңдар, ол қаттырақ ауыртады. Өйткені қаламның осы кішкентай құттай бір тест ұшында қысым мына жаққа қарағанда көбірек болу керек. Бұл үлкенірек қой, қысым көбірек болу керек қой деген логика ол мүлдем қате. Қай жерде аудан кішірек, яғни мынаның ұшының ауданы
мына жақтағы ауданға қарағанда көбірек болғаны үшін оның қысымы да көбірек. Қысым көбірек деген сөз күштірек деген сөз, ауырырақ немесе қаттырақ бір күш береді деген сөз. Негізгі формуласы міне осы екен. Қысым пмен белгіленеді және оның ХБЖ бойынша өлшем бірлігі паскаль болады екен. Паскаль біз па деп жазамыз. Жақсы ма? Енді қараңдар, қысымның негізгі формуласы күш бөлінген аудан екен. Міне ең басты себеп неге біз жаңадан бері осының бәрін талқылап жатырмыз. Енді қарайық. Қысым, мына формуланы біз қысым көбейтілген аудан тең күшке деп жаза аламыз. Біз екі көбейтілетін мән бір-біріне кері пропорционал дедік, иә? Демек, аудан үлкен болса, қысым аз. Аудан кіші болса, қысым көп. Жаңағы ручканы суретін салайық, міне мынау ручка, или карандаш, міне өздерің. Міне мына жерде, мына кішкене дөңгелек болады ғой енді. Мына жерде, мына құттай жерге қарағанда аудан көбірек, сол үшін мына жерде аудан аз. Ал мына жерде аудан кіші, сол үшін қысым көп. Сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Қай жерде қысым азырақ, сол жерде аудан көбірек. Мына суретті қайтадан қарасақ, мына үстелдің ауданы үлкен ғой негізі. Сол үшін аз қысым түседі. Ал мына жақта кіріп тұрған үстелдің екі таяқшасы ма, қалай айтып, аяғы, мына ұштарындағы ауданы кішкентай болған үшін қысымы көп болып, топырақтың ішіне кіріп кетеді екен. Сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Формула қысым дегеніміз күштің ауданға бөлінгеніне тең. ХБЖ бойынша бізде паскаль немесе па деп жазылады. Біз КПА деп жаза аламыз оны. Ол килопаскаль, яғни оның 3 дәрежесіндегі паскаль, немесе микропаскаль деп жаза аламыз. Ол оның -3 дәрежесіндегі, немесе осындай бір 1000-1 паскаль екен. Ал сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Қысымды табу үшін жай ғана күшті ауданға бөле салады екенбіз. Күш дегеніміз ньютон, аудан дегеніміз метр квадрат. Демек, паскаль өлшем бірлігі ол бізде ньютонды метр квадратқа бөлгенге тең болады екен. Енді қатты денелердің қысымы бір бағытта ғана беріледі деген теорияны жазып аламыз. Неге біз олай айтып жатырмыз? Ол логично ғой. Егер біз төменге қарай қатты итерсек, ол төменге ғана итеріледі. Ол жоғарыға, жанына, оңға, солға итеріліп кетпейді. Біз адамның бетінен бір жақтан бүйтіп салсақ, адамның беті сол жаққа ғана қарай ысырылып соғылады, иә? Сен мені оң жаққа қарай бүйтіп бетінен ысырсаң, мен сол жаққа қарай ысырылып кетпеймін ғой. Бірақ сұйық және газдарда басқаша бір теория бар. Сол үшін қатты денелердің қысымы тек қана бір бағытта, сен қай бағытта күш саласың, сол бағытта ғана таралатынын естеріңе сақтап алыңдар. Ал біз енді есептерге көшеміз. Күйтабаққа ине 0,27 ньютон, яғни бұл күшпен әсер етеді. Ал ауданы 0,003 сантиметр квадрат болса, қысымы қандай деп сұрап жатыр екен. Қараңдар, сантиметр квадратты біз метр квадратқа айналдырамыз. Білетіндеріңше, сантиметр квадрат дегеніміз оның -4 дәрежесіндегі метр квадрат. Білмесеңдер, алдыңғы сабақтарда қайтадан қарап ала қойыңдар. Көбейтеміз, оның -4 дәрежесіндегі метр квадрат. Бұл бізде 3 көбейтілген оның -8 дәрежесіндегі метр квадрат болады екен. Өйткені мынаның өзі 3 көбейтілген оның -4 дәрежесін береді. -4 пен -4 қосылып, -8 дәрежені береді. Енді қысымды табамыз. F-ті бөлеміз. Мына жерде S екен ғой. F-ті бөлеміз S-ке 0,127-ні бөлеміз 3 көбейтілген оның -8 дәрежесіне. 0,127-ні 3-ке бөлген кезде бізде неше шығады? 0,9 шығады екен. Оны көбейтеміз оның 8 дәрежесіне. Өйткені мынау -8 дәрежесі жоғарыға 8 дәреже болып баратын, барлықтарың математикадан білесіңдер. Демек, ол 9 көбейтілген оның 6
мына екеуі ысырылғанда 8-ден 6-ға айналып кетті. 9 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесіндегі паскаль ол қысым екен. Иә. 10 сантиметр квадрат ауданға 50 ньютон күш әрекет етті. Қысымды анықтаңдар. Бірден есептей салам енді. Сендер дұрыстап жазыңдар. Міне күш 50 ньютон, аудан 100 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесіндегі метр квадрат. Өйткені мына жақта тағы да сантиметрмен берілген. Қысым бізде 50 бөлінген 100 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі. Ол бізде 5 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесіндегі паскаль болады екен. Неге бұлай болғанын түсінбей қалсаңдар, өздерің есептеп қысқартып көріңдер. Кеттік әрі қарай. Қар үстінде тұрған шаңғышының салмағы 780 ньютон, оның әр шаңғысының ұзындығы. Енді қараңдар, адам екі аяғында да шаңғы тұр екен. Демек, шаңғышының салмағын біз күш ретінде аламыз, 780 ньютон деп. Ал әр шаңғысының ұзындығы 1,95 болса, ені 6 сантиметр. Ауданын алған кезде бір шаңғының ауданын есептеп, оны 2-ге көбейтеміз. Өйткені қысым екеуінің бірге түсіретіні. 1,95-ті көбейтеміз 0,106-ға, өйткені бұл жерде 6 сантиметр. Бұл қаншаға тең болады бізде? Қазір есептеп жіберейік. Неке 0,117 шығады екен. Оны мен 2-ге көбейтемін, міндетті түрде. Өйткені 0,117 деген біреуінің бір шаңғының ауданы. Ал бізде қысым болған соң, ол екі шаңғының да түсіретін қысымын сұрап тұр екен. 0,234 болады. Метр квадрат. Енді ғана 780-ді бөлеміз 0,234-ке. Ол бізде 3333-те 3 паскаль болады екен. Түсінікті жатыр деген ойдамын. Мынаны біз 3-те 3 килопаскаль деп жаза аламыз. Осы жазған дұрыс болады. Мынаны да 5 килопаскаль деп жаза аламыз. Шынжыр табанды трактордың массасы 6610 килограмм. Ал оның екі шынжыр табанының тірек ауданы 1,4 метр. Так, қараңдар. Трактордың неше табаны болады? 4 дөңгелегі болады. Демек, 4 табаны болады. Екеуінікі 1,4 болса, 4-еуін алу керекпіз. Сол үшін бізде аудан ол 2,8 метр квадрат болады. 1,4-ті шеғана 2-ге көбейте салдым. Ал F күшті табу үшін mg формуласын қолданамыз. Салмағын 6610-ды көбейтеміз. 10-ға 66100 шығады екен. Ньютон. F-ті S-ға бөлеміз, 66100-ді бөлеміз 2,8-ге. Так, трактордың топырақ бетіне түсіретін ауданы 23607 немесе 23-те 6 килопаскаль екен. Әрине өте үлкен шама, бірақ ойлаңдар, өте үлкен. Өте үлкен трактор, әрине өте үлкен қысым түсіреді. Және мен жерде айтып едім, шынжыр табанды дегенде енді түсінеді. Мына біреуінің шынжыр табаны мына екі дөңгелектің қосылған бір үлкен түрі екен. Мына жақта тоже екеуінің қосылған үлкен түрі. Сол үшін біреуінікі 1,4 болса, екеуінікі 2,8 болады, бәрібір де дұрыс есептедік. Массасы 12 килограмм болатын кәдімгі үй үстелі еденде 4 аяғымен тіке тұр екен. Кәдімгі үстел 4 аяғы бар. Міне 4 аяғы бар. Мен әрине суретші емеспін, өздерің әдемі алып салып аларсыңдар. Үстелдің әрбір аяғының еденмен жанасу ауданы 10 квадрат сантиметрге тең. 10 сантиметр квадратқа тең екен. Да? Ол біреуінікі, демек 4-еуінікі 40 сантиметр квадрат болады. Оны бірден 40 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесіндегі метр квадрат деп метрға келтіріп алайық. Осы үстелдің үстіне массасы 8 килограмм болатын мектеп рюкзагын қойсақ, үстел аяқтарының жалпы еденге түсіретін қысымы қанша паскаль болады? 12 килограммға 8 килограммды қосамыз. mg формуласымен салмағын жай ғана анықтай саламыз.
12 қосу 8 көбейтеміз 10-ға. Мынау 20 болады. 10 дегенімізше 20-ға 10 көбейтсек, әрине 200. Демек, қысымды тапқан кезде 200 ньютонды алып, 40 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесіндегі метр квадратқа бөлген кезде бізде қанша шығады? 5 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесіндегі паскаль немесе 50 килопаскаль шығады екен. Кәдімгі үстелдің түсіретін, үстінде рюкзагы бар үстелдің түсіретін қысымы осындай болады екен. Құрылыс кірпішінің өлшемдері 20 см, 10 см және 5 см-ге тең. Оның массасы 2 кг. Бұл кірпіш алғашқыда үстел үстінде өзінің ең кіші жағымен, яғни тігінен тұр. Қараңдар, кірпіштің суретін саламыз. Енді бұл жерде бір қызық басталайын деп тұр екен. Бұл кірпіш алғашқыда мына жер 20 см, мына жер 5 см, биіктігі 10 см, иә? Ең кіші жағымен жатты дейді. Яғни тігінен тұрды, міне 10 және 5 былай тігінен тұрған екен. Бұл бірінші положениесі. Барлығымыз білеміз, мына жер 10, мына жер 5-ке тең болып тұр, иә? Мына жер 20-ға тең болып тұр. Бұл екеуі бір кірпіш, жай ғана басқаша қойдық, иә? Осы кездегі қысымын сұрайды және оны жатқызып үлкен жағымен қояды. Міне мынау екінші положениесі. Мынау бірінші положениесі. Ал үшінші положениеде оны басқаша қояды. Яғни қалай қоюы мүмкін? Жай ғана дәл осындай, бірақ кішкене былай болады. Ені керісінше 10 болады да, биіктігі 5 см болады. Кішкене бір аударды түсінгендерің бойынша. Егер түсінбесеңдер, өмірде бір осындай формаға ұқсас затты алып, байқап көріңдер. Енді бізге әр қайсының түсіретін қысымын табу керек. Бірінші күшті тауып алайық. F дегеніміз бізде mg-ға тең бола береді, 2-ні 10-ға көбейтеміз, 20 ньютон бар екен. Енді бірінші жағдайда қысымды табу үшін біз F-ті жай ғана ауданға бөлеміз. Мынаның ауданы, түсіретін ауданы бұл осы ғой. Демек, 10-ды 5-ке көбейтеміз. 20-ны бөлеміз, 10-ның 5-ке көбейтілуіне 20-ны 50-ге бөлсек, бізде қанша болады? 0,4 паскаль қысым түсіреді екен. Күте тұрыңдар. Мына жерде тағы да сантиметр квадрат. Демек, бұны 10-4 дәрежесіндегі метр квадрат деп ауыстырып, 0,4-ке жай ғана 10-ның -4 дәрежесін көбейте аламыз. Демек, 4 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесіндегі паскаль немесе 4 килопаскаль түсіреді екен. Мына жағдайда түсіретін қысымы 4 килопаскаль. Енді екінші жағдайда аудан 20 және 5-ке көбейтілгеніне тең болып тұр. Ол 20 бөлінген 100, 20-ның 5-ке көбейтеміз, 10-ның -4 дәрежесі, сантиметр квадратты метр квадратқа айналдыру. Ол бізде қанша болады? 20 көбейтілген 10-ның 2 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесіндегі паскаль немесе 2 килопаскаль болады екен. Мынаны жай ғана қысқартып, бәрін көбейткен кезде 2 килопаскаль шығып тұр. Енді қараңдар. Мынаған қарағанда мынаның қысымы 2 есе кішкентай. Неге? Өйткені мынаның ауданы 50 см квадрат болса, мынаныкі 100. Ауданы 2 есе үлкен болған үшін қысымы 2 есе аз болды. Енді үшіншісін тез ғана есептеп жіберейік. Мына жерде 20, мына жерде 10 болады екен. Үшінші жағдайда 20-ны бөлеміз 200 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесіне. Ол бізде 1 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі немесе 1 килопаскаль болады екен. Бұның айтса болады. Ауданы мынадан 2 есе үлкен, демек қысымы 2 есе аз болады екен. Есептеулер түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.